Сәлеметсіздер ме? ДШВ 17 тобының студенттері. Қазақстанның жарқын болашақтары. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, отанның болашағы, мемлекеттің келешегі жастардың қолында. Олардың өрісті ойы, өркенді ісі, табанды тіршілігі тек біліммен ұштасқан біліктің арқасында биік белестерге жетеді. Бүгінгі сабақта біздер мамандық өмір таңдауы тақырыбына тоқталамыз. Мамандық таңдауда Жүсіпбек Аймауытовтың мамандықтың жаманы жоқ, бірақ оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес. Үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе деген сөзін басшылыққа алу қажет. Кейбір жастар мамандық таңдау ережесін білмегендіктен өзі қызықпайтын мамандықты таңдайды. Осыдан өз мамандығына қанағаттанбаушылық, реніш сезімдері болып, тіпті алдарына жоспарда құрғысы келмейді. Жеке өмірге қадам басқан әрбір жас үшін мамандық таңдау мәселесі ең маңызды кезең болып табылады. Психолог мамандардың айтуынша, кез келген жеке тұлға өзі шұғылданғысы келген мамандықты армандағаннан гөрі алға өмірлік мақсат ретінде қойып жоспар құра білгені жөн. Мамандық таңдауда әркім өзінің көңіл қалауына ерік беруі керек. Алайда мамандықтың түрі көбейген сайын оны таңдауда қиынға соғатыны тағы бар. Мамандық деген не? Мамандық қызметкердің кәсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол лауазымнан өзгеше түрде белгілі бір білімді және арнаулы түрде оқып үйрену немесе жұмыс тәжірибесін жинақтау барысында алған еңбек машықтарын талап ететін еңбек қызметінің тегін сипаттайды. Лауазымдық міндеттердің шеңберін айқындайды. Мамандық қызметкер еңбегінің бүкіл шеңберін қамтығанда ол кәсіп ұғымына сай келеді. Мамандық адамнан арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті талап ететін еңбек іс-әрекетінің түрі. Мамандық сөзіне анықтама беретін болсақ, профессия латын сөзінен шыққан professio, анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Мамандық таңдау, тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Сондай-ақ өз мамандығының 10-20 жылға дейін өз сұранысын жоғалтпауына көңіл бөледі. Бұл мамандықтарға деген бір қалыпты тұрақты сұраныс деп аталады. Өзінің сұранысын, қызығушылығын жоймаған, кең тараған мамандықтарға дәрігер, мұғалім және құрылысшы мамандықтарын атап өтуге болады. Ал өзекті мамандықтар қатарына жоғары технология, байланыс, коммуникация, әлеуметтік орта, экономиканы басқару мамандықтары және еңбек сұранысына қажетті жаңа мамандықтары жатады. Қоғамның дамуында біздің өңірде қазба байлықтарын игеретін мамандық иелері қажет. Мамандық таңдау жүрек қалауы бойынша студенттер пікірлер алмасып, сұрақтарға жауап берді. Мамандық иесі дегенді қалай түсінуге болады? Қай мамандықты таңдадыңыз? Мектепке дейінгі тәрбие және оқу мамандығын таңдауда қандай қызығушылық таныттыңыз? Не түрткі болды? Өзіңнің болашақ кәсіби қызметің туралы білесің бе? Осы туралы ойладың ба? Жақсы маман болу үшін адам нені білуі және үйрену керек деген сияқты сұрақтарға жауап берді. Қорытындылай келе, Әбу Насыр Әл-Фараби, адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Жұмысты неғұрлым жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып шығады.
қандай әрекет, қандай іс істесек те содан рахметін табу, соның рахатын көру біздің мақсатымыз болып табылады деген.